Қалыңыз қалай, Жадыра ханым? Қайырлы Аман күн. есенсіз бе? Жеке бренд дамытуға білек сыбанып кірісіп жатсыз. Алла бұйыртса, иә. Оңынан болсын. Рахмет. Негізгі миссияңыз Пайдалы ақпаратпен барынша қоғаммен, халықпен бөлісу. Себебі біз жұмыста алдымызға келген қыз-келіншектерге ғана айтып қаламыз. Ол бір кішігірім аудитория болуы мүмкін. Ал басқа елдерге, басқа өңірлердегі, басқа бізге жете алмай жатқан қыз-келіншектерге барынша пайдалы ақпараттарды жеткізсек деймін. Дәрігер, Гинеколог. Қанша жылдық тәжірибеңіз? 12 жыл болып жатыр. 12 жылдық. Қай жерде білім алдыңыз? Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде білім алдым. Жалпы бұл мамандық таңдағанына өкінбейсіз ба? Жоқ, өкінбеймін. Бастапқы кезде шынымды айтайын, университетке түсіп енді бірінші курста ғой, дәрігер болу бағытында сабақ басталған кезде өте күрделі бұл сабақтар. Енді бұл жолды өткен мамандар, әріптестерім бәрі жақсы біледі. Бастапқы кезде көбімізде ой туындады, мынандай қиын сабақты ары қарай алып кету болады ма, қаншалықты ол мүмкін бе деген бір күмәнді ойлар болған кездер болды. Менде де ондай ойлар болды, бірақ өзім табанды түрде шешім қабылдап келгеннен кейін қиында болса соңына дейін жеткізуім керек деп шешім қабылдадым. Сонымен оқып тәмамдап, бүгінгі таңда дәрігер болып жатырмын. Тамаша. Жеке бренд дамыту жолы да сондай оңай жол емес. Иә. Оны біліп, толық қабылдап солай келдіңіз ғой, иә? Дайынсыз ғой, қиыншылығына, ауыртпашылығына неше түрлі хейттар айтылады, мақтау айтылады. Иә, әртүрлі болуы Дайынсыз мүмкін. ғой? Дайынмын. Бүгінгі сұхбатқа қаншалықты дайынсыз? Толық дайынмын. Бастаймыз ба? Әлбетте. Кеттік. Ассалаумағалейкум, қадірлі де құрметті көрермен, жаңа сананың кезекті хабары эфирде. Бүгін біздің студиямызға өте ерекше қонақ келіп отыр, білікті маман, дәрігер, гинеколог Жадыра Нұрмаханқызы. Рахмет. Қош келдіңіз. Жалпы статистикаға сүйенсек, Қазақстанда жатыр мойны қателісі бойынша өлім-жітім көрсеткішінен алдыңғы орында тұр. Неге біз заманауи медицина дамыған заманда аналарымыз бен қарындастарымыздан айырылып жатырмыз? Бізге не кедергі, сауатсыздық па, әлде немқұрайлық па деген тақырыпты бүгін негізге арқау алып, жалпы сіздің осы жолға қалай келгеніңіз, сіздің қандай тәжірибеңіз бар, осылардың бәрін әңгімелеп өтсек. Иә? Жақсы. Жатыр мойны қатерлі бүгінгі таңда расында біз Қазақстан алдыңғы орындамыз. Бұның бірнеше себебі бар деп айта аламын мен дәрігер ретінде. Біріншіден скрининг бағдарламасы 4 жылда бір рет орындалады біздің мемлекетте. Бұл ортасындағы үзіліс өте үлкен. Меніңше енді бұл мемлекетті кінәлауға болмайды, ренжуге болмайды. Әлемдік тәжірибеде осындай ма? Кейбір мемлекеттер одан жиірек өткізеді. Дегенмен де менің ойым бұл скрининг, яғни скрининг болмаса да, жалпы скрининг деп бармаса да, әйел адамдар, қыз-келіншектер жалпы 4 жылда бір емес, одан да бөлек өзі үшін жиірек дәрігерге жылына бір рет барып тұрған дұрыс болады. Кем дегенде жылына бір рет. Тағы бір себебі, әйел адамдар өздерінің тарапынан сол 4 жылда бір орындалатын скрининг бағдарламаға дағы бара алмай қалып жатады. Оның бір себебі тұрмыстық, қызмет әртүрлі бір себептерге байланысты кейінге қалдырып қояды, содан уақыт өте келе ұмытылып қалады, солай скрининг бағдарламадан қалып кетеді. Сол скрининг бағдарламаға шақырған кезде әйел адамдар жауапкершілікпен дайындалып барса деймін. Ол бағдарламаның мақсаты негізі жатыр мойны қатерлісін ерте мерзімде анықтауға бағытталған бағдарлама. Және ол тағы бір себебі, қыз-келіншектердің көбісі өздерінің тұрғылықты жері басқа жерде, тұратын жері басқа жерде, тұрғылықты тіркелген жері бойынша емханасы мысалы басқа қалада тұратын болса, шақырып жатса, мен ол қалаға бара алмаймын деп қалып жатады. Ондай жағдайда бас тартуға болмайды. Қай жерде жұмыс жасап жатырсыз, қай жерде тұрып жатырсыз, сол тұрғылықты емханаға тіркеліп, қазір тіркелу оңай, ЕГОВ бағдарламасы арқылы өтініш бересіз де емханаға тіркеле бересіз. Медициналық сақтандыру болса болған. Медициналық сақтандыру болса барып өте бересіз. Енді осы жерде тағы бір кемшілік тұсы жағы ОСМС дейміз, сол төлем болмаса тағы да қыз-келіншектер бара алмайды. Скринингке тексеруден өте алмайды. Енді үйде отырған, ол ОСМС-ті төлей алмайтын қыз-келіншектерге кішкене ауырлау болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде бәлкім қаржылық тарапынан қандай да бір шешу жолдарын қарастыру керек шығар. Түсінікті. Жалпы бүгін тек қана осы әйелдің денсаулығы ғана емес, оның ішкі мәдениеті және сананың трансформациясы туралы сізбен толыққанды сұхбаттаса аламыз деп ойлаймын.
тырысып көрейік. Біліміңізді әудегеннен белгілейді ғой әншінің дауысы. Сол айтқандай сіздің алғашқы әңгімеңізден ақ көзқарақты көрермен қаншалықты білікті маман екеніңізді танып отыр деп ойлаймын. Жалпы дәрігер болу сізіңше бұл тағдыр ма жоқ әлде таңдау ма? Өзіңіздің жеке басыңызға қатысты. Мен өзімнің жеке басыма қатысты айтатын болсам, бұл алдымен тағдыр деп ойлаймын. Тағдырға иман келтірген, енді мұсылманмын деп есептеген адам өзінің бір шарты, тағдырға иман келтіру. Яғни бұл о бастан бәлкім менің Алланың маған маңдайыма жазған тағдыр болуы мүмкін. Және өзімнің жасап жүрген талпынысым, ұмтылысыма қарай Алла бәлкім соны маған нәсіп етті. Адам жалпы не нәрсеге талпынады, соған жетеді. Ол Құранда да барлық жерде солай айтылады. Сондықтан адамда таңдау еркі берілген ғой. Оң жолмен жүрсең де, сол жолмен жүрсең де өз еркің. Не нәрсеге талпынасың, не нәрсеге қарай көп еңбектенесің, соған жетесің түбінде. Сондықтан тағдыр және одан бөлек, енді тағдыр екен деп потолокқа қарап түкіріп жата беруге болмайды. Сондықтан ол жерде де бір мақсат қойған екенсіз, бір нәрсеге жетем деп мақсат қойған болсаңыз, соған қарай талпынып, еңбектеніп, қажымай еңбектену керек. Түйе мойнын созбаса жантақ деп аузына түспейді деген бір дүние бар еді. Жалпы өзіңіз қай жердің тумасысыз? Мен Алматы облысы Кеген деген жердің тумасымын. Ол жақта көбінде Мұқағалидың елі деп айтамыз, Нарынқол, Кеген елдері. Көрші ауылымыз Қарасаз деген ауыл бар, сол жер Мұқағали Мақатаев біздің ақиық ақынымыз деп айтамыз, мақтан етеміз, сол ақынымыздың туған жері. Әдетте ол елдің туған азаматтар осы ақындыққа құмар болып жатады, әдебиетші болып жатады. Сіздің де бойыңызда ондай бір қасиет, қабілет, дарын бар шығар? Өлең жаздыңыз ба бала кезде? Жазған кездерім болды. Бала болып бәріміз сондай бір қиялға ерік беріп өлең жазған кездеріміз, шығарма жазған кездеріміз болды. Мен жалпы енді мектепте барлық сабақты үлгерім жақсы болды. Қазақ тілі әдебиетін жалпы маған сабақ берген сол кездегі ұстаздарыма көп алғыс айтамын. Өте дана, бір өте білімді ұстаздар болды. Әлі күнге дейін ол ұстаздармен байланыстамын. Біздің жаңағы шығарма жазуға, қазақ тілі әдебиетін, тарихты жақсы көруге, отанымызды жақсы көруге деген сондай бір жақсы құндылықтарды біздің санамызға сіңірді. Қандай оқушы болдыңыз? Сіз әу бастан осы мектепте биология пәнін таңдайды, қателеспесем, дәрігер болғысы келесіңдер. Сол биологияны таңдап, соның жаңағы адам анатомиясы дейді, соның бәрін зерттеп, зерделеп өстіңіз бе мектепте? Мектепте кім түрткі болды? Соны айтыңызшы. Жақсы. Мектепте жалпы сабақтардың бәрін жақсы оқығаным, оның ішінде өзімнің ерекше жаныма жақын болған, ерекше бір қызығушылықпен оқыған сабақтарым, сол жаратылыстану пәні сабақтары болды. Биология, химия, физика деген сабақтар. Себебі ол сабақтардың барысында неге, не үшін, қалай деген сұрақтарға көп жауап алуға болады. Зерттеп ар жағын қазып іздей берсек көп нәрсе тауып алуға болады. Мен қазіргі жасап жатқан дәрігерлік ісімде, қазір мына ғылым саласында жұмыс жасап жатырмын. Бұл саланың да сондай неге, не үшін, қалай деген сұрақтармен қазбалап ары қарай зерттеу жүргізуді қажет етеді. Яғни өзіме ұнайды. Сондай барынша тереңінен зерттеп қарастырғанды жақсы көремін, қандай да бір мәселе туындайтын болса. Сондай қызығушылығыма қарай да бәлкім Алла мені осы дәрігер болу, ғылым жолына алып келді. Мектепті бітірдіңіз. Сонымен таңдау болды ғой алдыңызда. Қай қалада немесе қай елдің медициналық жоғары оқу орындары мықты тұрады деп. Қазір Қарағанды, қателеспесем, Астана, сосын Алматыдағы Асфендияров университеті, Ақтөбе университеті, ол да жақсы медициналық университет. Марат Оспанов атындағы Ақтөбе медициналық университеті. Таңдау түсті да сіз Алматыны таңдадыңыз. Неге? Өйткені бұл эфирді шынымен де дәрігер болсам екен деп сізді үлгі тұтып жүрген оқушылар көріп жатса, қандай олардың алдарында осындай бір таңдаулар болуы мүмкін? Қандай критериймен сіз Асфендияров атындағы университетті таңдап алдыңыз деген? Жалпы дәрігер болуға қызығушылық қай кезде туындады? Менде сол шамамен мектеп жасында пайда болды. Себебі мен бір кездері өзім бала кезімде васкулит дейді, тамырлардың қабынуымен байланысты ауруханада жатқан кезім болды. Ол кезде мен шамамен 2-3 сыныпта 9 жастардағы баламын. Сол кезде 3 ай каникулым сол ауруханада өтті. Сол кезде дәрігерлермен тығыз күнде келеді, дәрігерлер, мейірбикелер, сол кезде тығыз жұмыс жасадық. Дәрігерлердің жалпы өмірі, сол кездегі медициналық қызметкерлердің жасап жатқан жұмыстары барлығы маған сол кезде бәлкім санама сіңген болу керек. Бір положительный впечатление деп айтайық, жақсы бір ой қалыптасты. Ол біріншіден. Екіншіден, менің өзімнің анам да медицина саласының қызметкері, міне жақында ғана зейнетке шықты. Көп жыл бойы сол медицина саласына тапжылмай еңбектеніп
еңбектеніп міне зейнетке шығып отыр. Анамның сонша жыл қызмет еткенін мақтан етемін. Анамның да жасаған жұмысы, оның жалпы медициналық қызметкер ретінде бізге берген құндылықтары да менің бойыма сіңген болу керек. Ол да әсер етті. Тіпті анам жұмысқа кеткен кезде ана үйде болады ғой, ақ халат, сондай киімдер тұрған кезде соны киіп алып өзім бала дәрігер болып ойнағанды жақсы көретін. Ол да бір әсер етті деп ойлаймын. Сондай әртүрлі жан-жақты себептермен осылай дәрігер болуға қызығушылығым оянды. Дәрігер боламын деп шешім қабылдадым. Неге Санжар Жаппарұлы Асфендияров атындағы университетті таңдадым десеңіз, ол кезде де басқа таңдау болды. Қазақстан Республикалық медициналық Ресей университеті бар. Осы Алматы қаласында. Осы Алматы қаласында орналасқан. Ол кезде Рахат Әлиев атындағы университет болды. Ол кезде яғни бірнеше таңдау болды. Одан да басқа қалаларға да баруға мүмкіндік болды. Мен өзіме сол Асфендияров сол кездегі ең үлкен бір абыройы биік, өте жақсы сапалы білім беретін университет ретінде сол университетте білім алғым келді. Ол ең алғаш медициналық университеттердің ішінде алғашқы қаланған, өте тарихы тереңде жатқан қара шаңырақ деп қара шаңырақ. Сондықтан сол университетте білім алғым келді. Солай шешім қабылдадым. Алла нәсіп етіп сол университетке түстім. Тамаша. Білуімше осы университеттің алғашқы жылдарында, бірінші, екінші курста өте қатал мұғалімдер қатал болады дейді. Тапсырмаларды өте көп береді. Біздің де қатарластарымыз болды ғой, осы университетте оқитын. Сыртқа ешқайда шықпайтын. Тек жаңа кітаптан баса алмайтын. Әрине, дәрігердің мықты болғаны ұлт үшін де, ұрпақ үшін де маңызды. Келісемін. Сізде де сондай қиындықтар болды ма? Әлбетте. Көбісі соған төтеп бере алмай, тастап кетіп жатады, оқуды ауыстырып кетіп жатады. Әлбетте. Жаңа бастапқы кезде айтқандай, бастапқы курстарда, алғашқы бірнеше курста, әсіресе бірінші курста ең алғаш бисмилля деп сабақ басталған кезден бастап күрделі сабақтар басталады. Бірден сен маңдайына сипап, ойбай, сен сабақ оқи алмай қалыпсың, үлгермей қалыпсың деп ешкім маңдайына сипап отырмайды. Ол мектептегідей емес, өте күрделі, өте ауқымды бағдарламалар, бәрін оқып үлгеру керек. Дәрігер болғыңыз келсе, сол кезде бастап сол қиын жол екенін біліп, түсініп, дайындалып келгендеріңіз дұрыс болады. Ол қиындыққа төтеп берулеріңіз керек болады. Ар жағында оны сол қиындықтан төтеп беріп, жақсы білім алатын болсаңыздар, соңында еңбектеріңіздің жемісін жейтін боласыздар. Тамаша. Сіз осы қиын жолда жүріп, және бір ең қалай айтуға болады, гинекология деген саланы таңдап алдыңыз ғой. Жалпы бұл не үшін бұл салаға мойын бұрдыңыз? Енді өзім қыз бала, әйел адам болғаннан кейін әйел адамның жанын жақсы түсінемін деп ойладым. Біріншіден, екіншіден мен ота жасау саласында да жұмыс жасағым келді. Яғни акушер-гинеколог ретінде мен отада жасай аламын, амбулаторлық қабылдауларды жасай аламын, босандыру қызметінде атқаруға болады. Яғни акушер-гинекологтың жалпы жұмысы ол жан-жақты. Сондықтан маған да өзіме солай жан-жақты әртүрлі бағытта жұмыстарды атқарған өзіме ұнайды. Және әйел адамдарға бір көмектесетін, барша пайдалы болатын бір маман болғым келді. Сондықтан да осы салаға келдім. Тамаша. Сіздің 12 жылдық тәжірибесі бар кәсіби дәрігер ретінде дені сау әйел деп бір сөзбен қандай әйелдерді айтар едіңіз? Дені сау әйел деп мен айтар едім, егер ол әйел физикалық, ментальды және моральдық тұрғыда сау болса. Осы үшеуін топтастырған кезде. Осы үшеуін жинақтағанда дені сау деп айта аламын. Бір құпияларды ашсақ бүгін сізбен біз отырып осы студияда. Медицинадағы ең үлкен өтірік немесе миф деп нені айтасыз? Мифтар көп қой, қазір бірнешеуін айтып берейін. Егер еш жерім ауырмаса, дәрігерге барудың қажеті жоқ, демек денім сау деген ол миф. Содан кейін биологиялық белсенді қоспаларды өте көп қолданатын біздің азаматшаларымыз бар. Балаларынан бастап бүкіл отбасымен солай белсенді түрде қолданатын бат өнімдері, яғни бат деп айтамыз. Биологиялық белсенді қоспалар. Оны өте көп мөлшерде өмірге белсенді түрде қолдану меніңше тым артықтау болады. Оны қолданбас бұрын бәлкім дәрігермен ақылдасу керек шығар. Себебі биологиялық белсенді қоспа ол дәрілік зат емес. Фармакологиялық компаниялар үшін өзінің қандай да бір жаңа өнімін шығаратын болса, оны дәрі ретінде емес, биологиялық белсенді қоспа ретінде тіркеу әлдеқайда жеңілірек, экономикалық жағынан, тағы басқа заң жағынан да әртүрлі талаптарға байланысты жеңілдеу болады. Сондықтан олар көбінесе биология белсенді қоспа ретінде тіркеуге мәжбүр болады. Және ол жерде реклама бар деген сияқты, маркетинг, соның құрбаны болып кетпеу керек. Тым көп шамадан тыс қолдану ол денсаулығыңызға зиян. Сондықтан абай болу керек.
Бұл да мифтің бірі. Яғни биологиялық белсенді қоспаларды үнемі пайдаланатын болсам, менің денім сау болады, өмір жасым ұзақ болады деген ол да миф. Сосын тағы бір айтып кететінім, енді ол көбінесе қыздарға байланысты, егер етеккірім ретсіз келетін болса, етеккірім ауырып келетін болса, тұрмысқа шыққанға дейін ол қалыпты, тұрмысқа шыққаннан кейін бәрі жақсы болып кетеді, өзгереді деген ол да миф. Егер етеккіріңіз өзгеретін болса, бұзылыстар болатын болса, ауырып келетін болса, тұрмысқа шықпай жатып та дәрігерге барып гинекологқа ертерек қаралу керек. Жаңа әңгіменің бастаған кезде айтып өттім ғой, ең бір қиын саласы деп. Жалпы қалалық жерде жарайды, ауылдық жерлерде де осы гинекологияға бару, жиі бару, қаралу, жаңа сіз айтып отқан мифтардан арылу үшін қандай бір жұмыстар жүргізіліп жатыр, жалпы қоғамда көзқарас қандай? Бұл мифтен арылу барысында бір қоғам болып жұмыс жасап жатыр дегенге күмәнім бар. Бірақ әрбір дәрігер, өзінің жұмысын жақсы көретін дәрігер, өзін құрметтейтін дәрігер, өзінің алдына келген кез келген адамға, мысалы мен дәрігер болсам, алдыма келген қыз-келіншектерге барынша ақпаратты жан-жақты беруге тырысамын. Өздеріне зиянды келетін нәрселерді жасамаңыздар, пайдалы болатын, өміріңіздің сапасын арттыратын амалдарды көбірек жасауға кеңес беремін. Барынша шамам келгенше беріп жатырмын. Бірақ дегенмен де ол бір кішігірім ғана қыз-келіншектердің бір шамалы бір бөлігіне ғана айтып жатқан болуы мүмкін. Енді осы подкаст арқылы көбірек адамдар тыңдаса, көбірек қыз-келіншектер тыңдаса, барлығына жетсе, барынша ақпарат жетсе деп мақсат етіп отырмын. Түсінікті. Егер дәрігер болмасаңыз кім болатын едіңіз? Дәрігер болмасам, бәлкім ұстаз болуы мүмкін еді. Адам өмірін құтқару, жалпы қоғамға пайдалы болатын бір қандай да бір салада жұмыс жасау мүмкін еді. Мен ең негізгі жүрегімнің түбіндегі мақсатым қоғамға барынша пайдалы болу, пайдалы қызмет жасау, адамдарға пайдалы болу. Және тағы бір өзімнің қызығушылық мамандығым, сол мектеп кезінде дәрігерлік саламен қосымша тағы да бір қызығушылығым болды. Халықаралық қатынастар саласында дипломат болу, елшілік қызметінде жасау, бәлкім ол салада да жұмыс жасау мүмкін еді. Тамаша, түсінікті. Енді сұхбатымызды байқасаңыз, басталған кезде әр жерден жұлмалап қойып жатырмын. Сізді сынап жатырмын, бір жағы сөз саптауы, ойын жинақтауы қаншалықты екен деп көрермендерді айып етпесін, әр жерден бір сұрақ қойдың ғой деген секілді. Қазір біз міндетті түрде сіздер күтіп отырған осы кәсіби маман тұрғысынан сауалдарға негізі дендеп кіреміз. Оған дейін мен тағы да сіздің ой-шұқырлығыңызды тексеру үшін, сізді тану үшін өзім, көрермендер, блиц сауалдар дайындағанбыз. Сол сұрақтарды қойсақ. Жалпы қаншалықты кітап жиі оқисыз дәрігер ретінде? Енді біздің өміріміз жалпы оқумен тығыз байланысты. Университетті бітірсек те үнемі білімімізді жетілдіріп отыруымыз керек болды. Ол жерде кітап та бар, курстар да бар, әртүрлі. Кітапты барынша жиі оқимын. Осы уақытым жеткенше барынша көп оқимын. Ол тек медицина саласы ғана емес, әртүрлі саладағы кітаптарды оқуға тырысамын. Өзім қызығушылығым оянған барлық кітаптарды оқимын. Қадірлі көрермен, мен қазір қоятын блиц сауалдарды мұқият тыңдаңыздар. Бұл тек Жадыра ханымға қатысты ғана сұрақ емес, кәсіби маманнан сіздердің көкейлеріңізде жүрген сауалдарға жауап деп айтсам болады. Электронды кітап әлде қағаз кітап? Қағаз кітап. Таңғы уақыт әлде түнгі тыныштық? Таңғы уақыт. Ерте ұйықтап ерте тұру әлде кеш ұйықтап кеш тұру? Ерте ұйықтап ерте тұру. Офлайн кеңес әлде онлайн кеңес? Офлайн кеңес. Қоғамдық денсаулық сақтау ісіме әлде клиницист болу? Клиницист болу. Қағаз жұмыстар әлде науқастармен жұмыс жасау? Науқастармен жұмыс жасау. Жалғыздықта отырып ойлану әлде адамдармен, көпшілікпен сөйлесу, пікір алмастыру? Көбінесе жалғыздықта қалып ойланғанды дұрыс көремін. Қатал өмір әлде еркіндік? Еркіндік. Көп оқу әлде көп ойлану? Екеуі де. Оқуда керек кездер болады, ойланатын кездер де керек болады. Кітап оқып отырып ойлану? Иә, әлбетте. Кітап оқып отырып міндетті түрде қосымша бір ойлар пайда болады. Кейбір көзқарастарыңыздың қате екенін түсініп жатасыз, әртүрлі. Кітап оқу ол өте пайдалы шұғылданатын. Тарих әлде философия? Бәлкім қазір философия деп айтамын. Медицина әлде психология? Медицина. Көп көруге кеңес беретін қандай фильмді айтар едіңіз? Үнемі көріп отыратын бір фильміңіз бар ма жыл сайын? Мен соңғы жылдары көп фильм көрген жоқпын, бірақ бұрындары көрген бір ерекше есімде қалған фильмдерден Интерстеллар деген фильмді айта алар едім. Көретін бір ұнататын жанрлар ол
қандай да бір тарихи тұлғалардың қалай сол деңгейге жетті, қандай да бір брендтер, иә, мысалы Adidas, Nike, Lamborghini деген сияқты фильмдер бар ғой. Сол брендтің негізін қалаушы кәсіпкерлер қалай сол брендін қалыптастырды, қандай қиындықтардан өтті. Шынайы оқиғаға негізделген фильмдер. Негізделген, тарихи оқиғаға негізделген фильмдерді. Және ғылыми фантастикалық фильмдер. Фантастикаға қарағанда ғылымға, шынайы оқиғаға негізделген. Кристофер Ноланның фильмдері ғой, жаңа сіз айтып отқан Интерстеллар бар, Престиж бар, Довод бар. Мен де дәл осы фильмдерді ұсынамын. Сондай фильмдерді жақсы көремін. Жанрымыз келіңкірейді екен. Форд против Феррари, Основатели деген секілді фильмдер шынымен де. Большой прыжок деген фильм бар, баскетболист Майкл Джордан кроссовкиге өзінің брендін қосып, яғни әртүрлі жерде маркетингтің компаниялары бар, солай өздерінің брендін дамытқан туралы. То есть ондай фильмдер көп. Жалпы осындай бағыттағы фильмдерді жақсы көремін. Тамаша. Қоғамды өзгертуде не маңыздырақ, заң, қатал тәртіп әлде отбасындағы тәрбие? Мен ойлаймын, отбасындағы тәрбие ең маңыздырақ. Адамның өзгеруіне басымырақ не әсер етеді? Білім әлде сынақ? Бәлкім екеуі де деп айтар едім. Білімде адамның өзгеруіне маңызды ықпал ете алады, және сынақта. Қоғам үшін қайсысы қауіптірек болуы мүмкін? Надандық па әлде немқұрайлылық па? Немқұрайлылық бәлкім көбірек зиян тигізеді. Қазіргі таңда бәрі өзінің бір жеке басының шаруасымен, күйбелең тіршілікпен бәрі әуре болып кеткен сияқты көрінеді меніңше. Яғни оның көп жағдайда басқа адамдарда не болып жатқанына, тіпті өзіміздің отбасымыздағы балаларымызға, жұбайларымызға, бауырларымызға, ата-анамызға олардың қажеттіліктеріне немқұрайлылық танытып қоятын кездеріміз көп болып кете ма деп ойлаймын. Эгоизм басым болып кетеді. Эгоизм бәлкім басым болып кетіп жатады. Сондықтан немқұрайлықты азайтып, барынша басқаларға көңіл бөлуге тырысу керек шығар. Немқұрайлы адамдарға қандай ақыл кеңес айтасыз? Ол енді бір осы жерден блиц аяқтап, осы қалыпты сауалға көшіп кетейікші. Бұл дерт деп айтамыз ба немқұрайлықты, жоқ әлде бұл әдет пе? Неге қоғамда көп интроверт деп айтады ғой бұндай адамдарды көбінде? Өзіммен өзім ғана деген секілді. Медицина не дейді бұлар жайлы? Интроверт болу енді ол бір жаза, күнә деп айта алмаймын. Ол адамның өзінің бір психотипінің бір ерекшелігі. Қоғамда бәлкім тым көп ақпарат көп, бәлкім қоғамда атқаратын, қазіргі таңда біз бір күйбелең бір сондай бір заманда өмір сүріп жатырмыз. Уақыт жетпейді, атқаратын жұмыстар өте көп. Сол жұмыстарды атқару үшін де бәлкім кейбір адамдар өзімен өзі жеке қалуға, өзіне уақыт бөлуге көбірек мәжбүр болып жатуы мүмкін. Яғни сондай қажеттілік туындап жатады да. Бірақ одан бөлек қазіргі таңда менің шекарам, менің қалауым деген сияқты психолог мамандардың тарапынан бір тенденция, бағыт басым алып бара жатыр. Әркім өзінің жеке шекарасын қорғап, менің қалауым деген нәрселерге көбірек басымдылық беріп қойып жатыр. Бұл жерде өзіңнің қалауыңнан да бөлекте басқа адамдардың да қалауы бар. Басқа адамдармен де қоғаммен де барынша етене байланысып өмір сүруге тырысу керек. Себебі адам бір өзі өмір сүруі мүмкін, бәлкім оның сапасы жағынан кішкене қиындықтар болуы мүмкін, сапасы төмендеу болуы мүмкін, бәлкім солай деп айтуға болатын шығар. Айналасындағы адамдармен, қоғаммен байланысқан жағдайда ол өзін толық тұлға ретінде қалыптастыра алады, бәлкім, менің пікірім. Тамаша. Мен жаңа сұрақ қойдым, сіз байқадыңыз әлде байқамадыңыз? Мен медицина мен психологияны салыстырдым. Осы жерде былай қарасаңыз, медицинада ғылым, психологияда ғылым. Бірақ қоғамда бірін-біріне керағар пікірлер өте көп кездеседі. Психологтар медицина мамандарының айтқан дүниесін жоққа шығарып жатады. Жаңа сіз дәл қазір айтып өттіңіз, олай істеме, мынандай істе деген секілді. Сол айтқандай медицина ғылымы да психологияны сондай жоққа шығаратын жайттар кездеседі. Бұл неліктен? Әу баста бұл екі ғылым бірін-бірін толықтыру үшін пайда болған жоқ па? Өйткені медицинаның дәрі-дәрмекпен, ем-доммен жаңағы жете алмайтын, аурудың бері қайтара алмайтын аурудың түрлерін психология қайтарып жатты. Қазір екеуі екі жаққа қарай кетіп бара жатқан сыңайлы көрінеді. Менің өзіме жеке пікірім. Сіздің көзқарасыңыз қандай?
психология саласы, психология ғылымы адамның жан дүниесін, рухани әлемін сауықтыруға, сол жердегі болып жатқан қандай да бір проблемаларды, мәселелерді шешуге көмектесетін бір ғылым. Ал медицина ол физикалық, яғни жан тәнін емдейтін ғылым саласы. Екеуі бір-бірін ұштастырса, егер өте жақсы сапалы ұштастыратын болсақ, әлбетте ол өте пайдалы болады. Егер де бір-біріне қарама-қайшы келетін жағдайлар болса, онда қиындық туындайды. Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, психологияның әртүрлі мамандар бар. Бүгінгі таңда дінмен байланысты салада жүрген мамандар бар. Европалық батыс стиліндегі психологиялық білімді, ғылымды ұстанып жатқан адамдар бар. Және олардың арасында псевдо мамандар да бар тағы. Оның ішінде психологиялық білімі жоқ, кәсіби білімі жоқ, бір қысқа курстарды оқыған, бәлкім сондай мамандар да бар. Мамандар деп айтуға керек екен. Сізге дейін бір кісілермен сұхбат құрдым да, сонда айтып жатырмыз ғой. Қазір кез келген сала маман түрін таныстыратын болсақ, алдына міндетті түрде кәсіби дегенді қосатын болдық. Мен мәселен өзімді мәжбүрмін кәсіби журналист деп атауға. Жаңа психологтар кәсіби психолог деп атауға мәжбүр. Бір қуантатыны, шынымен де дәрігерлер олай қоспайды. Кәсіби дәрігер дегенді айтпайды. Өйткені оған кім көрінген бара алмайды, өзін кім көрінген дәрігермін деп атай алмайды. Дұрыс қой, Сол тұрғыдан бұның статусының бөлектеу екенін аңғарамыз. Қазір шынымен де кез келген салада кәсіби емес мамандар қаптап жатқаны өкінішті. Өте өкінішті. Енді бұл жерде халықтың тарапынан да сауаттылық болғаны керек, сауаттырақ болғаны керек. Қандай маманға барса да, психологқа барса да, дәрігерге барса да, ұстазға барса да, кәсіби білікті маманға баруға тырысу керек. Ондай мамандар бүгінгі таңда жеткілікті. Яғни псевдо мамандар емес, нағыз кәсіби білікті мамандарға барса, сол жерден өзінің қажетін таба алады. Сосын жаңа қағаз жұмыстары ма, жоқ әлде адамдармен ем-дом шаралары ма деген сауал болды. Қағазбастылық медицинада да бар ма? Қағазбастылық медицинада бар. Қазіргі таңда шамалы азайды. Бұрынғымен салыстырғанда қазір көбінесе электрондық автоматтандырылған жүйені көп жерде жүйеге қосып жатыр. Яғни дәрігердің көп жұмысын компьютер автоматтандырылған жүйемен алмастыруға тырысып жатыр. Бірақ әлі де бір керемет идеальный деп айтайыншы, сондай бір деңгейге әлі жеткен жоқ. Қазір енді жасанды интеллект біздің қоғамда кіріп жатыр. Медицинада ғана емес, жалпы барлық салада белсенді қолдануға тырысып жатырмыз. Соның ішінде медицина саласында да. Биыл жасанды интеллект жылы деп жарияладық қой. Бұл жасанды интеллекттің де өзінің пайдасы бар. Қағаз жұмыстары, үлкен көлемді ақпараттарды өңдеу бағытында өте көп көмектеседі. Яғни қысқа мерзімде үлкен ауқымды ақпараттарды өңдеп нәтижесін көруге мүмкіндік береді. Бұл жағынан өте тиімді құрал. Енді жиі ауруханаға бас сұғамыз деп айта алмаймын мен өз басым. Жылында бір барамыз ғой, онда да жаның қиналғанда барып жатамыз. Сонда барсаң жаңағы терапевт мамандар, сен жанында тұрасың, ол кісілер жаңа үңіліп компьютерге қарап деректеріңді енгізіп жатады. Өзі 15 минут қабылдай ма заң бойынша? Шамамен 15 минут, 30 минут. 15 минут. Сол жарысынан көбін сол жаңағы сен жайлы деректерді енгізуменен, анализді шамамен жаңағы осындай белгілері бар екен деп солардың бәрін жазумен өткізіп жатады да, соған ұқсап жатқаным ғой қағазбастылық деп. Жасанды интеллект саласында қандай өзгерістер еніп жатыр медицинаға? Жасанды интеллект қазіргі таңда ақпараттарды өңдеу жеңілдету барынша осы салада жұмыс жасап жатыр. Және бізде жасанды ұрықтандыру, экстракорпоралды ұрықтандыру саласында жасанды интеллектпен эмбриоскоп деген аппараттар, құрылғылар бар. Яғни эмбриондарды ашып қарап отырмайды. Арнайы жасанды интеллекттің көмегімен эмбриондарды 5 тәулік бойы бақылап сыртынан қарап отыруға болады. Ішінде оның барлық қажеттіліктері қамтылған. Бұрын эмбриондар әр кезде күн сайын ашып қарап отыратын. Қазіргі таңда олай жиі ашып қараудың қажеттілігі жоқ. Яғни жасанды интеллектпен сыртынан бір секундта бірнеше көптеген кадрларды түсіріп береді. Сол кадрларды қарап анализ жасап отырып, эмбриондардың өсу ерекшеліктерін бақылап отыра алады. Сол арқылы жақсы сапалы эмбрионды таңдауға мүмкіндік болады. Тамаша, біз таза ғылыми негізде кіріп кеттік, дендеп кеттік салаға. Жақсы, осы гинекология туралы біз әңгіменің әлқиссасын ерте жастан бастайықшы. Гинекология екіге де бөлінеді, балалар және ересектер. Сіз қай бағытта жұмыс істейсіз? Екі бағытта да жұмыс жасаймын. Екі бағытта да, жақсы. Онда себебі біздің мамандығымыз бойынша өзі солай, ересектер және балалар гинеколог ретінде бізді оқытады.
Жақсы, онда балалар гинекологиясынан сауал бастайық. Қалай күтім жасалу керек? Жас аналар өздерінің өсіп келе жатқан қыздарына қандай күтіммен тәрбие беру қажет деген. Қандай да бір жиі кездесетін аурулар бар ма? Оның алдын алу шаралары қандай? Жаңа айттық қой, мәселен, әйел кісілер 4 жылда бір рет скрининг өтіп жатыр. Ал балалар ше? Балаларды көбінесе педиатрлар қарайды. Енді гинекологиялық жаңа жыныс ағзаларына байланысты мәселелер туындап жатса, сол кезде біздерге дәрігер гинеколог алып келеді. Ол жерде жиі кездесетін қабыну аурулары, ол аналардың балаларының гигиенасын сақтау мәселесінде бір жіберген кемшіліктері не байланысты. Балаларды жуындыру барысында, яғни қыз балаларды жуындыру барысында бір кемшіліктерге жол беріп қойып жатады. Енді ол әдейі жасамайды, әлбетте білместіктен болып жатыр. Сабын қолданады деген сияқты, қарапайым қол сабындарын қолданып жатады жиі. Ондай қолдануға болмайды ғой десем, мен оны білмедім деп жатады. Яғни ол да бір сондай бір этаптан өту керек шығар. Ол да ана, өмірге бірінші рет келіп жатыр, бірінші рет ана болып жатыр. Ондай кемшіліктер болуы бәлкім орынды шығар. Енді оған түсіністікпен қарауға тырысамыз. Енді маман ретінде мен өзім тарапынан сондай жалпы бала күтіміне қатысты қандай да бір кемшіліктерді көріп жатсам, ондайны жасамаңыз, керісінше былай дұрыс күтім жасау керек деп барынша айтуға тырысамын. Әрине, сіздің алдыңызға келген аналар жалғыз болуы мүмкін ғой. Қазір экран артында мыңдаған, он мыңдаған қазақ аналар отыр. Соларға қандай кеңес бересіз? Баланың осы гигиенасына қатысты, жаңа сабынмен жууға болмайды дедіңіз. Бір қол сабын болсын, мейлі ол иіс сабын болсын, ондай сабындарды балалардың гигиенасына қолдануға мүлдем болмайды. Біріншіден, екіншіден, балалардың іш киімін, жаңа кішкентай қыз балаларыңыздың іш киімін қолмен бөлек жуу керек. Стиралкаға салып, жаңа кір жуу машинасына салып, барлық ересектердің киімдерімен бәрімен араластырып жууға болмайды мүлдем. Екіншіден, балаларды жиі паразит глистерге жиірек тексертіп отырыңыз. Себебі кішкентай қыздарда жиі кездесетін мәселе ол глистердің болуы, наскарида әртүрлі сондай паразит глистердің болуы сол жыныс ағзаларында қабынуды туындырады. Сондықтан ол тек гинекологтың ғана емдейтін мәселесі емес, ол жерде паразитолог, инфекционист мамандардың да көмегі қажет болады. Оған анализ тапсырып, жылына 1 рет, болмаса 2 рет, тіпті мен айтатын едім, 2 рет анализ тапсырып, балаларға профилактикалық шара ретінде, емдік шара ретінде инфекционист паразитологтармен бірге глистерге, паразиттерге қарсы емді алып отырған дұрыс болады. Түсінікті. Шынымен де сіз айтып отырған жайт біздің аналарымызды жазып алса, мүмкіндігінше дәл осы жерде біз бөліп әлеуметтік желіден таратайық. Өйткені болашақ ана денсаулық жақсы болса, онда ұрпақтың да денсаулығы жақсы болады. Әлбетте. Тікелей соған байланысты. Ал ересектердің арасында жиі жол берілетін қателіктер қандай? Гигиена тарапынан жалпы осы гинекологиялық сізге көп жүгінетін. Енді біздерде қыз келіншектерде әсіресе міне енді тұрмысқа шыққан қыздарда жиі кездесетін цистит деген қылықтың қабыну мәселесі жиі кездеседі. Ол неге? Себебі гигиеналық талаптарды дұрыс орындамай қалып жатады. Ол гигиеналық талаптарды орындаудың өзінің бір ерекшеліктері бар. Яғни әрдайым арнайы интимдік гель деп айтамыз да, гигиенаны сақтауға арналған арнайы күтім құралдары бар. Соны тиімді және орнымен қолдану керек. Шамадан тыс көп қолдануға да болмайды, және мүлдем қолданбай қоюға да болмайды. Өзінің қолданатын ерекшеліктері бар. Жыныстық қатынастан кейін, дәретке шыққаннан кейін, етеккір кезінде міндетті түрде қолдану керек, ал басқа жағдайда жай сумен жумса да болады. Қысқа етек киген қыздарға біздің бала кезде үлкендер ұрсып отыратын. Ертең болашақта ана боласың, өз-өзіңе зиян болады деген секілді тыйымдар ғой былайға қараған кезде. Ол үшін ғылыммен негізде солай ма? Суықтың өтуі мәселен. Жиі суықтап қалатын, переохлаждение деп айтамыз, жиі салқындап қалатын болсаңыз, әлбетте ол бүйрегіңіз, жамбас қуысының ағзаларының да салқындауына, яғни салқындап қабыну ауруларының туындауына жиі себеп болып жатады. Ол жалпы тек бүйректің немесе жыныс ағзаларының ғана емес, жамбас ағзаларының ғана емес, жалпы ағзаңыздағы кез келген бір ағзаңыздың әлсіз жері болатын болса, ол өкпеңіз болуы мүмкін, тағы басқа кез келген әлсіз жеріне қабыну ауруының туындауына себепші болады. Яғни салқындаған кезде адамның иммунитетіне әсер етеді. Иммунитеті төмендейді, сол кезде ағзаңыздың қай жерінде әлсіздік бар, сол жерде қабыну ауруы туындап бастайды. Яғни күтім міндетті түрде болу керек дейсіз ғой? Әлбетте. Бүгінде осы қазақстандық әйелдердің арасында
деп бір бөлейік. Сосын жаһандық әйелдердің арасында ең жиі кездесетін гинекологиялық үш бір ауру түрін айта аламыз ба? Енді жаһандық деңгейде бәлкім ауқымды проблемаға көшпей, бәлкім Қазақстаннан бастаған дұрыс болатын шығар. Қазақстандағы менің өзімнің тәжірибем бойынша жиі кездесетін қыз келіншектерде ауру сүт безінің қатерлі ісігі, жатыр мойнының қатерлі ісігі және жамбас қуысы ағзаларының қабыну аурулары жиі кездеседі. Ол ар жағында бедеулікке апарады, әртүрлі асқынулары бар және одан кейін жиі кездесетін эндометриоз, миома және гормондық эндокриндік бұзылыстар. Сіз жалпылама айтып өттіңіз, қазір қазақстандық жаһандық деп бөлмедіңіз, жақсы. Енді бұл неліктен деген себебін және салдарын айтсақ. Нақты қайсы аурудың? Жалпы осы сіз айтып өткен ауру түрінің әрқайсының жеке-жеке себебі бар, демек. Әрқайсының жеке-жеке себебі бар. Онда жеке-жеке тоқталайық. Енді біз бүгін жатыр мойны қатерлі ісігіне байланысты тақырыпты қозғаған, осы мәселені көбірек айтайық. Басқа сұрақтардың бәрін әрқайсысы жеке талқылайтынбыз, оған жеке-жеке подкаст түсіру керек. Тақырып арнайы сіз. Болашақта ол тақырыптарды ашуға тырысамыз. Жатыр мойны қатерлі ісігінің бізде алда болуының себебі жаңағы бағана айтып өттім. Скрининг бағдарламасының біріншіден 4 жылда бір ғана өтуі, екіншіден вакцинация бағдарламасы бізде енді қолға алынып жатыр. Кезінде вирус папилломы человека деген, яғни адам папиллома вирусы инфекциясынан вакцина ретінде пилоттық бағдарлама енгізілген болатын 2013-2015 жылдары. Бір Қазақстан аймағының белгілі бір өңірлерінде ғана басталды. Сол бағдарлама жұмыс жасап бастаған кезде кейбір қыз балаларда аллергия болды, сондай бір жанама әсерлер болды. Содан ата-аналардың тарапынан қарсылық туындады, наразылық туындады, бір негативті қоғамда пікір қалыптасты. Содан кейін ол бағдарлама тоқтатуға мәжбүр болды. Бірақ уақыт өте келе мамандар дабыл қағып, бұл бағдарлама негізі расымен де өте тиімді, маңызды бағдарлама. Бұл бағдарламаны қайтадан жүзеге асыру керек деп мемлекеттік деңгейде қазір 2024 жылдан бастап қайтадан қолға алынды. Қазіргі таңда 9 жас пен 13 жас аралығында қыз балаларға, жасөспірім қыздарға вакцина енгізу бағдарламасы жүзеге асырып жатыр. Енді бұның нәтижесін біз алдағы шамамен 20-30 жылдан кейін нәтижесін көретін боламыз. Яғни ол қыздар ертең есейеді. Сол кезде ол қыз балаларда жатыр мойнының қатерлі ісігінің барынша төмен болады деп үміттенеміз. Себебі бұл бүкіл әлемдік тәжірибе бойынша көз жеткізген, уже дәлелденген әдіс. Сондықтан бұл вакцинациядан біздің мемлекетте де жақсы нәтижелерге қол жеткіземіз деп ойлаймын. Тағы бір жатыр мойнының қатерлі ісігін жеңуге мүмкіндік беретін әдіс, ол біріншіден нақты айтатын болсам, вакцинация. Жатыр вирус папиллома человека. Бұл вакцинация қай кезеңдерде қабылданады? Вакцинасы қай кезде? Қай кезде қабылдау керек вакцинацияны? Бұл енді вакцинация дегеніміз алдын алу ғой. Алдын алу. Жас кезеңде ме, жоқ әлде ерлі-зайыпты болғаннан кейін бе? Вакцинаның біз қазіргі таңда жасөспірімдерден бастадық. Яғни жасөспірім жастан, 9 жастан бастап жасөспірім қыз балалар алып бастаса дұрыс болады. Ескеру керек осыны, ескеру керек. Егер жасөспірім жастан өтіп кеткен болсаңыз, жасың 20-ға келді, 25-ге келді, 30-ға келді. Қазірде де вакцина алуда әлі кеш емес. Мемлекет енді сізді тегін қамтамасыз етпесе де, ақылы түрде өзіңіз жеке клиникаларға барып вакцина алсаңыз болады. Оған ешқандай қарсылық көрсеткіші жоқ. Алуыңызға болады. Екіншіден, дәрігер-гинекологқа жылына бір рет барып, міндетті түрде пап тест деп айтамыз, немесе онкоцитологиялық жағынды, сол анализді міндетті түрде жылына бір рет тапсыру керек. Сіз 4 жылде бір келетін скринингті күтіп отырмай, өзіңіз жылына бір рет соны өтіңіз, және гинеколог маманның қарауынан, тексеруінен өтіп отырыңыз. Осы қарапайым ғана 3 нәрсе: вакцина, жылына бір рет пап тест тапсыру және дәрігер-гинекологқа қаралып отырып жылына бір рет. Біз жаңа себебін айттық, алдын алу үшін айттық. Салдары қалай болады егер осы дүниелерді істемегенде? Салдары жатыр мойны қатерлі ісігінің өзі соңғы нәтижесі өліммен аяқталады. Сондықтан бедеулік бар ма бұл жерде? Жоқ. Енді жатыр мойны қатерлі ісігі болатын болса, әлбетте ол жерде операциялық ем, сәулелік химиялық ем қолдану қажет болса, ар жағында ол әйелдің репродуктивті жалпы ағзасына қайтадан толық қалпына келу өте ықтималдығы өте төмен. Сондықтан да әлбетте ол болашақта жүктілікті жоспарлау мәселесіне келгенде қиындықтар туындауы мүмкін.
немесе жаңа өлім жағдайына айналып немесе барады. өлім жағдайы, ең қауіпті асқыну өлім жағдайы. Бір айта кетерлігі, Қазақстан осы жатыр мойын қатерліксіздігінен алдыңғы орында. Ең өкінішті нәрсе, жаңа айтып жатырмыз ғой, бұның салдары өлімге алып баруы мүмкін деп. Не үшін? Бұл менталитет пе біздің қазақстандық? Жоқ әлде медицинадағы бір мәселе ме? Қоғамдық денсаулық сақтау болмаса медицина қызметкерлері талабынан барынша енді көмек көрсетіліп жатыр. Жаңа скрининг бағдарламасы мемлекет жүзеге асырып жатыр. Вакцинацияны міне іске қосып жатыр. Барынша мемлекет өз тарапынан көмек көрсетіп жатыр. Енді сол көрсетіліп жатқан көмекті барынша сапалы пайдалану керек. Немқұрайлыққа, салғырттыққа жол бермей, шақырған кезде скринингке қалмай бару керек. Біріншіден, скринингке бағдарламаға баруға мүмкіндігіңіз болмай қалса, қандай да бір себептермен, ендеше өзіңіз жеке жергілікті емханаға барып, міндетті түрде дәрігер-гинекологқа барыңыз. Міндетті түрде. Сол, яғни бұл алдын алады, жаңа сіз айтып отқан дүниелердің барлығын. Мемлекет осы тегін скринингті ұсынады. Келіңдер деп шақырады, телефонға хабарласады, SMS жібереді, жаңағы даму не деген бағдарлама бар еді ғой. Дамуметпен уведомление жібереді, бірақ бармайды да. Қорқыныш па әйелдердің бойындағы, сол барсам жаңағы менде қателік пайда болып қалады деген, жоқ әлде сенімсіздік пе? Бұл жерде мен ойлаймын, бұл тексерудің маңыздылығын дұрыс түсінбей жатыр, дұрыс бағаланбай жатыр. Біріншіден, екіншіден, күйбең тірліктің артында өзінің денсаулығына салғырттық танытып қойып жатыр. Қазір мен мына мәселені шешіп алайын, жаңа отбасының қандай да бір мәселесі болмаса, қызметке байланысты мәселені шешіп алайын, содан кейін күте тұрады, содан кейін барам деп уақыт өте келе ұмытылып кетеді. Солайда салғырттыққа жол беріп қойып жатады. Ең соңында қандай қатерлі ісік өлімге апаратын, қатерлі ісік болуы мүмкін екенін ойланбай жатады, астарына аса терең ойланбай жатады, жете алмай жатады. Сондықтан да менің айтарым, құрметті қыз-келіншектер, өзіңіздің денсаулығыңызды бағалаңыз. Жылына бір рет дәрігерге барып отырыңыз. Тек қана бір рет қана жылына бір рет тексеруге барасыз, болды. Ол сіздің өміріңіздің сапасын арттыруға көмектесетін бір әдіс. Оны әдетке айналдыру керек, тіпті дәрігерге жылына бір рет барып тексеріп отыруды. Еш жерім ауырмаса, мен денім сау деген мифтен арылу керек. Түсінікті. Шынымен де осы эфирді көрген әйел азаматтардың дәл осы скринингке салғырт қараса, онда әрмен қарай не болатынын білмеймін енді. Өлімді еске салып жатырмыз бұл жерде отырып. Жақсы, Австралия мен солтүстік Еуропа ғой деймін, қателеспесем, бір дерек оқып қалдым. Сол жақтың мамандары осы ісіктің алдын алу, жалпы емдеу бойынша бір қандай да бір нәтижелерге жете бастады. Өте жақсы нәтижеге жетті деп жатыр да. Олар не істеді? Біз сол деңгейге жету үшін қандай бір кедергі болып отыр алдымызда? Бізде білдей бір үлкен институттар бар, ұлттық университеттер бар, шетелде мамандар келіп жатыр, техниканың, технологияның ең дамығанын Қазақстан бірінші болып қол жеткізеді. Бұл жерде скрининг бағдарламасының жаңағы Австралия, тағы басқа мемлекеттер осы жатыр мойын қатерлігін емдеу бойынша өте жоғары жақсы нәтижеге қол жеткізген мемлекеттер. Олар алдағы 15 жылда тіпті мүлдем жоямыз, нөлге жеткіземіз деп отыр. Ол әбден мүмкін. Бұл ертегі емес, ол біздің Қазақстан елінде де әбден мүмкін. Қандай жағдайда? Егер скрининг бағдарламасын өте жақсы сапалы деңгейде өткізетін болса. Скрининг бағдарламасы шақырған кезде біздің азаматшылардың тарапынан жауапкершілікпен соған барып қатысатын болса, және вакцинация бағдарламасын жаңағы 9-13 жастан бастап бізге қазір енгізіп жатыр. Қыз балаларға ғана, бірақ өкінішке орай болашақта бәлкім ол балаларға да вакцинация жасауды қолға алатын болар деп ойлаймын. Яғни ол мемлекеттердің жеткізген жетістігі, скрининг бағдарламасы өте сапалы жұмыс жасайды. Барлығы мемлекеттік деңгейде барлық азаматшалар толық қамтылады. Және вакцинация ол жерде ұл балаларға да және қыз балаларға да қатар жүргізіледі. 9 жастан бастап жасөспірімдерде. Себебі ер адамдар міндетті түрде. Ер балалар болашақта өсе келе ер азамат ретінде ВПЧ инфекциясымен ауырмаса да, бірақ оның тасымалдаушысы ретінде өзінің жұбына, әйел адамға бере алады, жұқтыра алады. Сондықтан да вакцинаны ерте алған дұрыс болады. Жасөспірім кезден бастап болашақта осындай қатерлі асқынулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Яғни ол елдер медицинаға толық сенім білдірген. Біздің елде осы вакцинацияға келген кезде түрлі даулы әңгімелер жиі болады. Тіпті мынау жаһан не істерін білмей абдырап қалған коронавирустың кезінде де
вакцинациядан салдырмаған, қашқан, қорыққан, Иә. сенім білдірмеген азаматтар жеткілікті болды. Иә. Не үшін керек, ол жаңағы бизнес пе деген сияқты. Мынау адам папиллома вирусы деп айтамыз, жаңағы АПВ-ның өзінде осындай бір даулы оқиғаларды оқып қалам журналист ретінде. Вакцинация шынымен осы қорғай ма? Сіз маман ретінде не айтасыз? Әлде бұл әлдекімдердің бизнесі ме? Нақты осы адам папиллома вирусына қарсы вакцинаны алатын болсақ, ол расында сапалы. Бүгінгі таңда бізде осы мәселені жатыр мойын қатерлесін жеңуге мүмкіндік беретін ең бірден бір тиімді құралдардың бірі, әдістерінің бірі. Оны біз барынша сапалы қолдана алатын болсақ, бізде де осы салада жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады. Вакцина алудан қорықпаңыздар. Менде де құрбыларым бар, таныстарым бар, өздерінің жасөспірім қыздары бар, сұрап жатады, вакцина алсақ бола ма, ол тиімді ма, оның вакцинаның ар жағында әртүрлі асқынулар болмай ма деген сияқты. Кез келген вакцинаның, мейлі ол қай вакцина болсын, қандай бір дәрілік зат болсын, оның аллергиясы болуы мүмкін, жанама әсерлері болуы мүмкін, бірақ ол өте сирек. Дегенмен де сондай жанама әсерлері болуы мүмкін ескере отырып вакцина алуға тырысу керек. Себебі ол вакцина сіздің, ол қазіргі жасөспірім қыз ертең болашақ ана, ол ертең болашақ дүниеге бала әкеледі, қоғамның, елдің азаматшасы ретінде сау болғаны дұрыс болады. Болашақ балаңыздың, қызыңыздың болашағының саулығы үшін ата-анасы ретінде сіз бүгін мойныңызға жауапкершілікті алып, балаңыздың вакцина алуына жағдай туғызғаныңыз дұрыс болады. Сіздің әңгімеңізге қарасам, жанама әсерлер кезігу бар, бірақ ол өте сирек дейсіз. 100-ден 10% деп айтайық, ал осы қандай да бір қатерлі ісікке тап болу, ол 50-50% ба? Қатерлі ісік енді қазір Қазақстан алдыңғы орында тұрған есептесек, әлбетте ол шамалы ғана жанама әсерге бола, вакцинадан бас тарту, ол ар жағында үлкен қатерлі асқынуларға жол ашады. Сондықтан болуы мүмкін пайда мен қауіп қатерді ескере отырып, вакцина алған дұрыс болады. Тиімдірек. Әлбетте тиімдірек. Түсінікті. Мынау аналық безі деп айтамыз, қатерлі ісігі. Ол да өте бір жиі ұшырап жатқан дерттің бірі да, былай қараған кезде. Оның алдын алу мүмкін бе? Әлбетте мүмкін. Аналық бездің қатерлі ісігі де, ол да жатыр мойын қатерлі ісігі сияқты бір аяқ асты пайда бола қалмайды. Оның да бір белгілі бір алғы шарттары бар. Сондықтан бұл жерде тек жатыр мойын қатерлі ісігіне ғана акцент жасау емес, жалпы әйел адам өзінің ағзасын түгел тексеріп отырған дұрыс болады. Ол жерде ультрадыбыстық жамбас қуысы ағзаларының зерттеуі жылына бір рет және арнайы онкомаркерлер бар. Оны дәрігерлер гинекологқа келсеңіз, міндетті түрде айтып береді, нақты қандай маркерлер, қандай анализдер тапсыру керек, сол маркерлерді де жылына бір рет тапсырып отырған дұрыс болады. Сол екі қарапайым ғана шарт арқылы қатерлі ісіктердің алдын алуға болады. Жалпы әйел адам салауатты әрі саламатты болсын, жаңа бағана рухани тұрғыдан айттық па? Енді осы тән жан тұрғысынан айтқан кезде, тәни тұрғыдан айтқан кезде не істеу керек? Соларды тізбектеп бере аламыз ба? Саламатты ұрпақ өсіру үшін, мықты дені сау әйел болу үшін медициналық тұрғыдан не істеу қажет? Біріншіден туды, өмірге келді, бір жасында салынатын не бар, ер әйел таңдамайды. Не деп айтатын еді оны? Вакциналар ма? Солардың бәріне тізбектеп айтып берейікші. Қыз бала болсын, ұл бала болсын, дүниеге келгеннен бастап, перзентханада жатқаннан бастап вакцина алып бастайды. Гепатит, ПЦЖ деген сияқты. Содан ары қарай өзінің күнтізбеге байланысты өзінің жасына сәйкес мемлекеттік бекітілген стандартты вакциналар бар. Сол вакциналарды егер денсаулығында қарыз көрсеткіш болмаса, уақытымен алған дұрыс болады. Қазіргі таңда енді вакцина алудан қорқатын, вакцина алғысы келмейтін ата-аналар бар, ата-аналар да бар қоғамда. Оның қорқатын себептерін де мен түсінемін. Себебі кейбір вакциналардан бір күрделі асқынуларға ұшырап жатқан жағдайларда кездесіп жатыр. Енді ол вакцинаның бәлкім сапасына байланысты, бәлкім да бұл жерде сапасына қатысты мемлекеттік құзырлы органдар өздері бақылап қарап отырса деймін. Егер сапалы вакцинамен қамтамасыз ететін болса, әлбетте ата-аналар тарапынан да, қоғам тарапынан да наразылық болмайды, төмендейді барынша. Және жеке бастың гигиенасын сақтау бойынша анасы дәрігермен өзі білмей жатса дәрігермен қосып, бір дәрігерге бірге апарып, бізде балалар гинекологтар бар, гинеколог мамандар қазіргі таңда тек ересектерді ғана қарамайды, балаларды да қарайды. Яғни
балалар гинекологымен бірлесе отырып қалай гигиена сақтау керек, гигиеналық тіпті жеке гигиенические средства ухода дейміз, айтамыз, жеке гигиеналық күтім құралдарын қалай тиімді дұрыс пайдалану керек, қандай түрін пайдалану керек деген сияқты сондай бір қарапайым мелочь деп айтсақ болады да, бір түкке тұрмайтын, бірақ негізінде ол адам денсаулығына әкелетін салдары, зияны бар, соның бәрін ескере отырып дұрыс құралдарды пайдалануға, таңдауға тырысу керек. Келесі, жыныстық өмірді ерте бастау өте қауіпті. Енді бүгінгі таңда біз бәріне бәлкім басқара алмайтын шығармыз. Бәлкім да біздің балаларымыз біздің алдымызда жақсы бала болып көрінгенмен, ол үйден тыс жағдайда, мектепте, тағы басқа жерлерде, қоғамдық орында жүреді. Қандай нәрсеге жол беріп қоятынын біз білмейміз, оның барлығын 100% бақылай алмайтын шығармыз, бәлкім. Бақылай алмай жатқан шығармыз, ол біздің тарапынан да жіберіп жатқан бір бәлкім кемшілік болар. Тәрбиеден бастап әрбір ана өзінің қызымен ашық сөйлесе алатындай болу керек. Қызы өзінің анасын құрбысы ретінде қарай алу керек, өзінің кез келген бойында болып жатқан мәселелерді ашық айта алу керек. Яғни ең жақын құрбысы болса, анасы өзінің қызы үшін, ол болуы мүмкін көптеген қателіктерді, көптеген асқынуларды бәлкім алдын алуға мүмкіндік туады деп ойлаймын мен өз басым. Және қыз баланы анасы өзінен бастап, өзінің қызын жасөспірім жасынан бастап енді ақыл есі толысып түсініп қалған кезде дәрігерге жиі барып қаралып отыруды әдетке айналдыру керек. Дәрігерге барудан ұялмау керек, қорықпау керек. Яғни қандай да бір мәселе туындаса, дәрігер-гинеколог бар екенін, ондай дәрігерге баруға болатынын, қандай кез келген туындаған мәселені ашық, ұялмай айтуға болатынын түсіндіру керек. Тамаша. Біз енді Жадыра сұхбат басталғалы бері себебін, салдарын, жалпылама қағидалар жайлы әңгімелеп жатырмыз ғой. Мысалдарды айтайықшы. Сіздің жеке маман ретіндегі мысалдарыңыз, мәселен, ештеңе ауырмаса дәрігерге барудың қажеті жоқ деген бір тырнақшаның ішіндегі қағида бар ғой. Азаматтардың бойында. Соның құны қаншаға түсті, немесе қандай нәрсеге алып келді? Өз мысалыңызбен айтсаңыз, сізге келген емделушілердің арасынан. Көбінесе жатыр мойнының қателесігімен келетін қыз-келіншектер. Шынымен көп па жалпы? Біз көп деп айтып жатырмыз. Мысалыңыз айтыңызшы. Бір айда немесе бір жылда қанша осындай мысалдарға кезігесіз? Орташа есеппен айтсақ, бір шамамен бір жылда келген науқас әйелдердің ішінде бір 10-15% анда жатыр мойын қателесігі анықталып жатады. Әртүрлі дәрежесі. Ерте дәрежесі бар, әртүрлі анықталып жатады. Енді ол анықталғаннан ары қарай оны онкогинеколог деген мамандар бар. Сол кісілер ары қарай емдейді. Біз сол кісілерге бағыттаймыз. Бірақ оған жеткізбеу ол бүгінгі таңда біздердің жергілікті емханадағы гинеколог мамандардың жұмыс жасауына да байланысты. Егер біз дәрігер ретінде оларға дұрыс түсіндіре алсақ, барынша жеткізе алсақ, бәлкім бұл асқынулардың алдын алуымызға кішкене мүмкіндік туындайды. Яғни ықтималдығы артады. Маған мысалы келген жатыр мойын қателесігі анықталған жағдайда басқа еш жері ауырмайды, жалпы өзін жақсы сезінеді. Яғни кездейсоқ анықталған жағдайлар, жатыр мойнының қателесігі өте асқынған жағдайда болмаса, ерте мерзімде ешқандай симптомдар бермейді. Әйел өзін сапы-сау сезініп жүре беруі мүмкін. Әбден асқынған жағдайда ғана көрінеді, сол кезде ғана дәрігерге баруға мәжбүр болады. Дәрігерге сіз неғұрлым ерте барсаңыз, яғни мен бағана айтқан, жоғарыда айтқан жылына бір рет міндетті түрде тексеруден өтіп отыратын болсаңыз, өзгерістерді ерте анықтап, ерте емдейтін болсаңыз, әлбетте сіздің деніңіздің сау болуы, өміршеңдігіңіздің ұзақ болуы ықтималдығы артады. Себебі жатыр мойын қателесі ол бірден пайда болмайды ғой, бір уақытта, бір айда пайда болмайды. Ол бірнеше жылдар бойы қалыптасатын процесс. Оған жеткізбей, оның алдындағы алғышарттары бар. Сол жағдайда, сол ерте кезінде ертерек емделіп түзетіп жіберсеңіз, оның алдын алуға болады. Алдын алу үшін осы күнгі медицинамен біздің мамандар қауқарлы. Әлбетте, біздің медицинада Қазақстандағы жағдай, дәрігерлердің біліктілігі, жалпы Қазақстанда жасалып жатқан шаралар барлығы бүгінгі таңда қателесікті алдын алуға үлкен жұмыс жасап жатыр, ол әбден мүмкін. Түсінікті. Әйел адам жылына неше рет және қандай анализдер тапсыру тиіс? Қазір мен бір үлкен тізімді айтуым қажет болады. Ең негізгілерін айтып өтейін. Ол біріншіден жатыр мойнынан
пап тест тапсыру міндетті түрде, жамбас қуысы ағзаларының ультрадыбыстық зерттеуі, онкомаркерлерді тапсыру, тек жамбас қуысы ағзаларының ғана емес, қалқанша бездің, сүт бездерінің, ішкі қуыс ағзаларының, бүйректің ультрадыбыстық зерттеуі және аяқтың қан тамырларының ультрадыбыстық зерттеуін өтуді, және ФГДС колоноскопия өтуді, флюорография өтуге кеңес беретін. Яғни ол қысқаша ғана бір шамалы ғана чекап, яғни толық тексеруден бастан аяғына дейін тексеруден өткіңіз келсе, ең негізгі қажет тексерулер осылар деп айтар едім. Түсінікті. 20 жас, 40 жас және 60 жастағы әйелдердің назарын аударатын басты нүктелер, яғни әлсіз жерлер ғой, жаңағы ауру пайда болатын. Иә, ол әлсіз жерлері 20 жастағандай, 40 жастағандай және 60 жастағандай. 20 Солған көңіл бөлу керек сол жастарда деп айтсақ. Иә, 20 жастағы жас қыздар, бәлкім уже тұрмысқа шыққан келіншектер болуы мүмкін, қыз келіншектер. Айтарым, ол жаста ең жиі кездесетін жамбас қуысы ағзаларының қабыну аурулары, инфекциялар жыныстық жолдармен берілетін, содан тексеруден өту керек болады. Және жатырын миомасы, аналық бездің қандай да бір қатерлі қатерсіздіктері деген анықтау мақсатында қазіргі таңда эндометриома, аналық бездің эндометриоиды кисталары өте жиі кездеседі. Яғни ультрадыбыстық зерттеу, гормондарды, пап тесті тапсыру міндетті түрде. Гормондық өзгерістер болып жатса, көрсеткіш бойынша қосымша гормондарды тапсыру керек болады. 40 жастағы әйелдерден бастап 40 жастан ары қарай сүт бездерінің қатерлі даму ықтималдығы жоғарылайды. Сондықтан 40 жастан бастап бізде Қазақстанда скринингтік маммография деген тексеруден өту керек болады. Яғни 40 жасқа дейін ультрадыбыстық зерттеуден өту керек болса, 40 жастан кейін маммографиялық тексеруден өту қажет болады. 60 жаста әртүрлі ағзалардың, тек қана жамбас қуысы, жатыр мойынның ғана емес, тағы басқа әртүрлі ағзаларда қатерлі ісіктердің туындау қаупі ықтималдығы жоғарылайды. Жүрек қан тамыр аурулары деген сияқты қосымша басқа да жүйелердің, ағзалардың ауру көрсеткіші жоғарылайды. Сондықтан егер жылына бір тексеруден өтіп отырсаңыз, ол жерде тек гинеколог қана емес, терапевт дәрігерлер бар, ең кем дегенде жоқ дегенде бір терапевтке барып қаралу керек болады. Сол жерде анықталған өзгерістерді дер кезінде түзетіп емдеп жіберсеңіз, көптеген қатерлі асқынулардың алдын алуға болады. Тамаша. Шынымен де сіз беріп жатқан ақпараттар әдеп күнімізде ойымызда жүреді, бірақ жауабын біле бермейді ғой енді. Біз енді журналист болсақ та, қанша ізденсек те, бұл тақырыпқа қалам термемегеннен кейін бәлкім өте бір таңсық болған дүниелерді айтып жатсыз. Көп рахмет біліміңізге. Енді мынау әйелдердің ішкі күйзелісі мен гинекологиялық аурулардың арасында қандай да бір байланыс бола ма? Бұл шынымен де байқала бермейтін жайт, десе де адам күйзелісте жүреді. Біз айтып өткен жоғарыдағы ауру түрлеріне сол күйзеліс алып келе ме? Күйзеліс, яғни стресс, тревога, әртүрлі ішкі жағымсыз негативті сезімдердің болуы әйел адамның денсаулығына әсер етеді. Себебі нейроэндокринді жүйе, жалпы адамның ағзасында болып жатқан, адам өмірінде ішкі жан дүниесінде болып жатқан негативті сезімдер, ол оның гормондық жүйесіне де міндетті түрде кері салдарын тигізеді. Ал егер үнемі сондай өзгерістер бола беретін болса, жиі қайталана беретін болса және тұрақты түрде сондай өзгерістер болатын болса, ол міндетті түрде бірде болмаса бірде бір ағзасына зиян тигізеді. Сондықтан себепсізден себепсіз негативті ойларға, стресс, күйзеліс жағдайларды болдырмауға тырысу керек. Барынша өзіңіздің өміріңіздің сау, сапалы болуына мән беру керек. Түсінікті. Жалпы сіз маман ретінде ауыз толтырып айтарлықтай бір нәтижелі жұмысыңызбен, ісіңізбен бөлісе аласыз ба? Бедеулікті емдеу саласында қазір бос уақытқа дейін жұмыс жасап келдім. Қазір де жұмысымды жасап жатырмын. Яғни жүктілік болмай жатқан ерлі-зайыптыларға, жүкті болуға, көптеген ерлі-зайыптыларға сондай ата-ана болу қуанышына себепші болдым. Енді бұл жерде ол менің еңбегім деп айта алмаймын. Бұл жерде ол үлкен команданың жұмысы. Біріншіден Алланың қалауы, екіншіден біздің мамандардың команда болып жасаған жұмысымыздың еңбегі. Бұл жерде дәрігер-гинекологтар бар, дәрігер-уролог-андрологтар бар. Ер адамның тарапынан өзгерістер болса соны емдейді. Эмбриолог мамандар бар, жаңа эмбриондарды бізге әдемілеп күтіп, бағып, бізге эмбрионды дайындап беретін эмбриолог мамандарымыз бар. Соның барлығы бірге команда болып жұмыс жасап, осындай нәтижеге жетіп жатырмыз. Экстракорпоралды ұрықтандыру саласы бойынша. Жаңа бедеулікті емдеу, жүкті болу мәселесінде көп
жетістіктерге қол жеткіздім. Қанша ана деп айтайық, қанша әке осы атқа лайық болды? Оның цифрмен айтпай ақ қояйын, көсіп кетпесін деп. Жалпы аз емес. Иә. Бұл салада қызмет жасап жатқан менің де басқа әріптестерім бар. Барлығы өздерінің саласын жақсы көреді. Менің ойымша, әркім өзі барынша жан дүниесімен беріліп жұмыс жасап жатыр. Бұл салада жұмыс жасап жатқаны, яғни мен ғана емес, Қазақстанның түкпір-түкпірінде әртүрлі облыстары бар, қалалары бар, көптеген біздің білікті мамандарымыз бар. Барлығымыздың осы жасап жатқан ісіміз, осы бедеулікті жеңу, ерлі-зайыптар жүкті бола алмай жатқан болса, соларға бала болу, ана болу, қуанышына себеп болу, бір ұлттың санының артуына көмектесу. Бір бала болса да қазақ ұлтына плюс бір батыр, плюс бір қыз бала деп шамамыз келгенше ханшайым деп айтады. Бір ханшайым, иә. Онда білікті мамандар болса, ерте келіңіз, алып келіңіз студиямызда. Шынымен де мықты сауатты мамандардың болғанына біз де қуанамыз. Әрдайым есігіміз ашық деп айтқымыз келеді ондай мамандарға. Жалпы сіздің дәрігер ретіндегі басты қағиданыз қандай? Өз жұмысыңды сапалы, шынайы атқару. Жалпы ол дәрігер ретінде болсын, адам ретінде, жалпы ісімді қай жерде болсын, шамам жеткенше сапалы, кемеліне жеткізіп дейді ғой, сондай барынша сапалы жасауға тырысамын, және шынайы болу. Сапалы және шынайылық. Түсінікті. Біз енді бағдарламамыздың атауы жаңа сана. Бұл жерде сана трансформациясына біз дендеп кіргіміз келеді. Яғни осыдан бір 10 жыл бұрынғы жадыра мен қазіргі жадыраны салыстырғымыз келеді. Соған арналған сауалдарымыз бар, мәселен, және соған не түрткі болды деген дүниелерді қаузаймыз жалпы келген қонақтарменен. Сіз үшін осы трансформация деген дүние неден басталды? Бәлкім сіздің өміріңіз өзгерткен бір кездесу ме, оқиға ма, жаңағы кітап оқу, әлде фильм көру ме? Трансформация меніңше жиі болып тұрады менің өмірімде, себебі мен ғылым зерттеу саласына жүргеннен кейін әртүрлі жаңа ғылыми жаңалықтарға тап болған кезде бұрын білмеген сауалдарға көп жауап алып жатамыз. Ол бір, екіншіден әрдайым ізденіс үстінде жүрген адам үшін ол трансформация үнемі үздіксіз бола береді. Ол тек мына кезде ғана болды, одан кейін болмайды деген мәселе жоқ деп ойлаймын. Менің өмірімде, енді менің жеке басымда болып жатқан үнемі үздіксіз болып жатады, ойлап қарасам. Және жақында осы бір ерекше ойлануға себепші болған бір оқиғаны айтсайын. Құлшылық орындауға жаңағы Мекке, Медина қаласында умра сапарын атқарған кезде адамдардың жаңағы мүгедектік, денсаулығында кемістігі бар адамдардың да құлшылық жасауға сондай керемет ықыласпен орындап жатқанын көрдім. Ол жерде ести алмайтын адамдарға сурда аудармашылар азанды айтып жатқан Құран оқып жатса, оны біз ести аламыз, бірақ ол кісілер ести алмайды, оларға сурда аудармашылар аударып беріп жатыр. Өте керемет бір күйге ендім. Бізге берген нығметтерді біз көп бағалай бермейді екенбіз. Бізге мысалы Алла естуді берді, көруді берді, дәм сезе аламыз, өзіміз қажетімізді өте аламыз, өзіміз тамақ іше аламыз, өзіміз жүре аламыз. Ол жерде мен көп адамдарды көрдім, мүгедек арбасында өздері жүре алмайды, жандарында күтетін адамдары бар, сол құлшылықтарын орындауға мүмкіндік беріп жатыр, көмектесіп жатыр. Ол кісілерге де Алла разы болсын. Яғни мен бұл жерде айтқым келгені, біз өзімізге берген нығметтерді бағалап, шүкіршілік көбірек арттырғанымыз дұрыс болатын шығар. Себебі сау адамның басындағы тәжді тек ауру адам ғана көре алады дейді. Яғни біз денсаулығымыз, күш қуатымыз жетіп тасып тұрған кезде көп біле бермейміз ол нығметтің қажетін, бірақ егер соны бізден алып қоятын болса, мысалы денсаулығыңызда қандай бір кемістік байқалып қалса, жүре алмай қалсаңыз, сөйлей алмай қалсаңыз, ести алмай қалсаңыз, сол кезде сол нығметтің құндылығын сол кезде ғана түсінеміз. Қолда бардың қадірі жоқ деген бар ғой. Қолда бар алтынның қадірі жоқ. Сондықтан да енді ертең сан соғып өкініп қалмас үшін қазіргі таңда денсаулығымызды барынша күтіп, 12 мүшеміз сау болып берген екен, сол барымызды бағалап, оны ары қарай зиян келтіріп алмай, соны сау күйінде сақтап қалуға тырысу керек. Себебі денсаулықты Алланың талабынан берген бізге аманат. Сол денсаулыққа зиян келтірмей, зиянды тамақтарды қабылдамай, зиянды әдеттерді енгізбей өмірімізге де барынша пайдалы, сапалы тағамдарды жеп, пайдалы спорт болсын, тағы басқа әдеттерді өмірге енгізіп, денсаулығымызды сақтауға тырысуымыз керек. Тамаша. Осы 10 жыл бұрын денсаулық туралы не ойладыңыз? Және қазір
қандай ойыңыз өзгерді ма 10 жыл ішінде? Бұл салаға жаңадан келіп жаттыңыз, 12 жыл сіздің тәжірибеңіз дәрігерлік салада. Ол кезде денсаулықты қалай қабылдадыңыз? Сол жайлы ойыңыз, көзқарасыңыз қалай болды? Сол қызық болып тұр. Денсаулықты мен жалпы бала кезден немесе мектеп кезінен деп айтайын, өзім салауатты өмір салтын ұстанғанды дұрыс көремін. Сол құндылықтарды бәлкім біздің мектеп жастан бастап ұстаздарымыздың санамызға сіңіргенінде бәлкім әсер еткен болар. Үйдегі ата-анамыздың да берген тәрбиесі әсер етті. Бізде үйде де дәл солай салауатты өмір салтын ұстануға тырысады. Ата-анамыздан бастап зиянды әдеттерді енгізбеу, пайдалы сапалы тамақтану деген сияқты. Сол әдеттерді барынша ұстандым және әзір де ұстанып келе жатырмын. Одан бөлек спорт, физикалық белсенділікті де арттыруды маңызды деп айтар едім. Себебі біз жұмыс қазіргі таңда енді көбінесе отыратын жұмыс болып жатыр да. Физикалық белсенділік артта қалып жатыр. Сондықтан физикалық белсенділікте денсаулық үшін өте маңызды. Біз жасыңыз 50-ге келсе де, 60-ға келсе де, 70-ге келсе де, күш қуатыңыз бойында жақсы сапалы өмір сүру үшін физикалық белсенділік қазірден бастап, жас кезден бастап өміріңізге әдетке енгізіп үйреніңіз. Ертеңгі таңда сіздің жаңағы кейбір кісілер айтып жатады, мен 90-ға келсем де, 100 жасқа келсем де спортпен айналысқым келеді деп. Яғни адам өзінің талпынысына, ниетіне қарай бір пайдалы әдеттерді өміріне енгізсе, соған жетеді. Тамаша. Жаңа құндылықтар туралы әңгіме айтып қалдық қой. Нығметтің айтты, Алла тағаланың берген адамның шынымен де көру қабілеті, есту қабілеті, оның бағасына жету мүмкін емес. Оның бір қандай да бір бағасы жоқ деп айтсақ болатын шығар. Бағасыз. Біреу айтады екен ғой, жаңағы сен маған осы көзіңді берсең, мен сен үшін бүткіл дүниемді, мүлкімді сарп етер едім деген секілді. Ал біз осы көзбенен дүние жинағымыз келеді кей кезеңдерде деген секілді. Сіздің енді азаматтық ұстанымыңыз туралы бір сауал қойсам, күнде қанша адамды қабылдайсыз дәрігер ретінде? Кем дегенде бір 10 шақты адам. Қоғам туралы әңгіме айту онда болады деп ойлаймын сізге. Күнде 10 шақты адамды қабылдасаңыз, жылына бір 3000-нан аса адаммен тілдесесіз, жеке сөйлесесіз, адам танисыз да енді. Ортаңыз көп. Бізде қоғамда осы күні жетпейтін қандай құндылықты айтар едіңіз? Мейірімділік, иман, ең негізгі осы екі құндылық деп ойлаймын. Мейірімді болу және иман сәл жетіспей жатыр. Басқасының бәрі бар. Басқасының барлығы бар. Шүкір. Тамаша. Қазақ әйелдеріне қандай тілек айтасыз? Әр қазағым жалғызым. Барлық қыз-келіншектердің денінің сау болғанын қалаймын. Бүгінгі жасөспірім, бүгінгі қыз бала ертең болашақ ана, ертең батыр аналарды, сондай үлкен бір тұлғаларды, батыр балаларды, ұлдарды, қыздарды дүниеге әкелетін ана ретінде өзіңіздің денсаулығыңызға, өміріңізге жауапкершілікпен қарасаңыз деймін. Және еліңіздің азаматшасы ретінде сіз бәлкім ертең қоғамда бір үлкен қызмет атқаратын тұлға болуыңыз мүмкін. Сол қоғамға беретін барлық пайдаңызды барынша сапалы, максимум деп айтайықшы, максимально беру үшін сіз өзіңіздің деніңіздің сау болу керек. Моральдық тұрғыда да, физикалық тұрғыда, менталдық тұрғыда да сау болғаныңыз өте маңызды. Сол жағдайда сіз барынша пайдалы істерді жүзеге асыра аласыз, барынша пайдалы бола аласыз. Сондықтан өзіңізге берген денсаулықты күтіңіз, дәрігерге жиірек барыңыз, жылына кем дегенде 1 рет тексеруден өту керек болады. Өміріңізде сапалы тағам, сапалы әдеттерді, пайдалы әдеттерді өміріңізге енгізіп, денсаулығыңызды күтіңіз. Ең бастысы денсаулық. Керемет. Енді бүгін студиямызға мықты, сауатты, білікті, тәжірибелі дәрігер келіп отырған кезде денсаулыққа қатысты басты бір айтатын кеңестеріңізді сұрап алғым келеді. 3 кеңес айтып берсеңіз. Неге мән берсек? Бірінші, тамағыңыздың сапалы болуына мән беріңіз. Екінші, өміріңізде физикалық белсенділікті қосыңыз, әдетке айналдырыңыз қосуды. Үшінші, ұйқы режимін дұрыстау керек болады. Яғни ерте ұйықтап, ерте тұру, дәрігерге барып қаралып тұру. Тамаша, көп рахмет. Шынымен де бүгін бір сіз үшін күнделікті жайт шығар. Көрермен үшін және жеке мен үшін бір сананың трансформациясы жүзеге асты деп айтсам болады. Шынымен де біз айтамыз, бірақ көбінде мән бермей жатамыз ғой. Сіз бүгін мысалменен оның салдары неге алып баратынын, денсаулықты күтпеудің айтып өттіңіз. Бір енді базынан бәлкім бір ұсынысым енді сізге.
мен енді күнде сізбен сұхбат құра алмаймын, сізді бәлкім аша алмай қалатын шығармын. Жаңа бір сөзіңізді айтып өттіңіз ғой, Қазақстанда мықты мамандар бар деп. Сіз солардың ортасында жүрсіз. Енді мына көрерменге соларды жеткізу керек, айту керек. Сондықтан өзіңіз осындай бір бағдарлама ашып, жоба ашып, өз мысалыңызды олардың мысалдарымен сәйкестендіріп отырып осы студияда әрмен қарай осындай бір подкасттарды ұйымдастырсаңыз. Алла бұйыртса. Өйткені сіздер эфирде болмағанда, сіздер тікелей халықпен байланыс орнатпаған кезде, онда жаңа айтқанымыздай псевдомамандар осы алаң бос қалады. Псевдомамандар халыққа ақпарат жеткізуге мәжбүр болады, бәлкім солар басым болып кетеді. Мына жақта білікті мамандардың пікірі көлеңкеде қалып қоятын болса, халықтың рекламаға, маркетинг, әртүрлі ой алдырып, содан зардап шегуі нәрселерге мүмкін. ой алдырып, содан зардап шегіп қалуы мүмкін. Сондықтан сондай жоба бастасаңыз, біз жаңа студия тарапынан қолдауға, көмек көрсетуге қашанда әзірміз. Жақсы. Өте жақсы идея. Айтам деген ойыңыз қалып кетпеді ма? Бәрін айтқан сияқтымын. Бәрі көңіліңізден шықты ма? Болашақта тағы да басқа подкасттар болады, сол кезде арасында тағы бір ойым болып жатса, сол кезде тағы айтамын. Қазіргі таңда өте көңілім толды. Айтам деген нәрсенің бәрін айттым. Көп рахмет сізге. Уақыт бөліп, уақыт тапшы заманда арнайлап студиямызға келіп, ат басын бұрып, сіздің 12 жылдық тәжірибеңіз, оның ар жағындағы 10 жылдық оқуыңыз бар. Былайша айтқанда 20 жылдық білімнің барын әрине бір сағат 2 сағаттың ішінде сейдіру мүмкін емес. Десе де ең маңыздысын қозғадық деп ойлаймын. Рахмет көп. Сізге сәттілік, сіздерге де көп рахмет. Салауатты, саламатты ұрпақ болсын деп жүрген, түн ұйқыларыңыз төрт бөліп жүрген мамансыздар ғой. Істеріңіз табысты болсын. Рахмет көп үлкен. Сіздерге де осы командаға, студия мамандарына бәріне сәттілік тілеймін сіздерге.